Бүгін біз ағзамыздың ең еңбекқор мүшесі, бауыр туралы сөйлесеміз. Бауыр жақсы жұмыс істесе, бүкіл ағза жеңілдейді, көңіл-күй көтеріңкі болады. Бауыр 500-ден астам түрлі қызмет атқарады. Бауыр біздің денеміздегі табиғи зертхана. Ол тағамнан, ауадан және дәрілерден жиналатын зиянды заттарды залалсыздандырады, өт бөледі, энергияны реттейді, иммундық жүйені қолдайды. Сонымен қатар ол гормондар, өт, ақуыздар мен холестерин түзілуіне қатысады. Бір сөзбен айтқанда, бауыр денсаулықтың тірегі. Егер бауыр әлсіресе, тез шаршау, ұйқышылдық, терінің сарғаюы, тәбеттің төмендеуі байқалады. Бауырды тазартатын ең пайдалы 9 тағам түрі. Қырыққабат тұқымдастары, яғни брокколи, гүлді қырыққабат, руккола, редиска, горчица. Бұл көкөністердің құрамында сульфорафан атты ерекше зат бар. Ол бауырды тазартып, қабынуды азайтады және инсулин деңгейін реттейді. Брокколи мен редис өскіндері нағыз табиғи дәрі. Пісірген көкөніске аздап шикі руккола немесе горчица қоссаңыз, пайдасы 2 есе артады. Сульфорафанның әсері тіпті көкөніс жегеннен кейін 2 апта бойы сақталады. Сарымсақ. Сарымсақ табиғи антибиотик әрі бауырды майдан тазартатын мықты құрал. Онда көп мөлшерде күкірт бар, ал күкірт бауырдағы улы заттарды залалсыздандыратын басты элемент. Сондай-ақ сарымсақта В1 дәрумені көп, ол жүйкені тыныштандырып, ағзаны қуаттандырады. Куркума. Куркуманың құрамындағы куркумин заты қабынуды азайтып, ауыр металдарды, қорғасын, сынап, мышьяк, ағзадан шығарады. Куркума бауыр жасушаларын қалпына келтіріп, одан тазартады. Мысалы, көп жыл дәрі ішіп, бауырын шаршатқан адамдар куркуманы күн сайын қолданғанда жағдайлары жақсарған. Бір шай қасық куркуманы жылы сүтке не тағамға қосу жеткілікті. Қызылша. Қызылша өттің жақсы бөлінуіне және бауырдағы майдың азаюына көмектеседі. Ондағы табиғи пигменттер бауыр жасушаларын қорғайды және фиброздың дамуын тежейді. Қызылшаны буып пісіріп, салатқа қосу ең дұрыс тәсіл. Асқабақ бауырды жұмсақ әрі табиғи жолмен тазартады. Онда пектин, бета-каротин және Е дәрумені мол. Бұлар улы заттарды шығарып, бауырдың жасушаларын жаңартуға көмектеседі. Асқабақ өттің ағуын жақсартады, ағзадан ауыр металдар мен қалдықтарды шығарады. Ол бауырдағы қабынуды басып, майдың жиналуын тежейді. Асқабақты пісіріп, ботқа, пюре немесе салат түрінде жеуге болады. Ал асқабақ шырыны бауырды жеңіл тазартып, жалпы ағзаны сергітеді. Авокадо. Аптасына бір авокадо жеу бауырды қуаттандырудың қарапайым жолы. Оның құрамындағы глутатион бауырды қалпына келтіреді, ал пайдалы майлар қабынуды басады. Авокадо майлы бауырдың алдын алатын табиғи қорғаныш. Зәйтүн майы, яғни алғашқы сығымдалған таза табиғи зәйтүн майы. Күн сайын салатқа бір шай қасық таза зәйтүн майын қосыңыз. Ол бауырдағы майды азайтып, өттің ағуын жақсартады, инсулинге сезімталдықты арттырады. Зәйтүн майы ең табиғи жұмсақ дәрі. Алма сірке суы бауыр үшін де пайдалы, әсіресе табиғи, сүзілмеген ферментімен түрі болса. Ол бауырдың тазарту жүйесін белсендіреді, өттің бөлінуін жақсартады және қандағы қантты реттейді. Таңертең аш қарынға бір стақан жылы суға бір шай қасық табиғи алма сірке суын қосып ішу жеткілікті. Бірақ асқазаны қышқыл адамдарға бұл әдіс тек дәрігер кеңесімен қолданылуы керек. Алаткен өсімдігі, яғни орысша атауы расторопша. Расторопшадағы силимарин заты бауырды қалпына келтіреді, қабынуды азайтады және жасушаларды қорғайды. Оны шай, ұнтақ немесе капсула түрінде қолдануға болады. Бауырды шаршататын басты 3 нәрсе. Қант пен ақ ұн өнімдерін көп қолдану. Артық дәрі қабылдау. Майлы және қуырылған тағамдар. Кейде ағзаға демалыс беру, яғни таңнан күн батқанға дейін тамақ пен судан бас тарту. Бұл бауырға өз-өзін тазартып, тынығуға мүмкіндік береді. Бауыр біздің өміріміздің сүзгісі. Ол шаршамайды, қайта-қайта қалпына келе алады. Бірақ оған көмектесу өз қолымызда. Күнделікті ас мәзіріңізге осы аталған тағамдарды қосыңыз. Бір айдың ішінде ақ өзіңізді жеңіл, сергек және көңілді сезінесіз. Теріңіз тазарады, энергияңыз артады, ұйқыңыз жақсарады. Бауыр аман болса, көңіл күй де жақсы болады. Салауатты өмір өзіңізге жасаған ең үлкен сый. Құрметті көрермен.
Сіздің қолдауыңыз бізге күш береді, шабыттандырады. Соңғы уақытта доктор Берік арнасына көрермендердің қолдауы өте қажет болып тұр. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, сіз тек бір арнаны емес, күн сайын жүздеген адамға пайдалы кеңес алу мүмкіндігін қолдайсыз. Сондықтан жазылыңыз, қолдаңыз, бірге болайық.